Маңғыстауда Амал мейрамы басталды. Амал Алаш мейрамы. Осындай атаумен Ақтау қаласында Отпантауға аттанған керуенді шығарып салу мерекелік концерт өтті. Шараға ақсақалдар, ақжаулықты аналар және алыс жақыннан келген меймандар қатысты. Шетелден көрісуге келген ағайындарда айтулы күні төбе көрсетті. Айта кетейік, Түркия, Өзбекстан, тағы да басқа мемлекеттен ат терлетіп, Амал мерекесінің ерекшелігіне қызығушылық танытып келгендер де болды. Қазақ елінде енді тыныштық болсын, қырғын топан болмасын. Түбі түркі ағайын басына іс түскенде бір жерден табылсын. Көш бастаған көсемдер өрге тартсын арбасын. Сөз бастаған шешендер әділдіктен танбасын. Жот болмасын ендігі даламыз көкте орансын. Көк туымыз желбіреп періштелер қолдасын. Бәле жала қазақты іздесе де таппасын. Аллаху акбар. Амал қыстан шыққан елдің бір-бірімен аман саулық сұрасып, төс қағыстырып, елдің тыныштығы мен бірлігін көрсететін мереке. Бұл күні араздасқан ағайын мен ренжіскен жұрт бәрін ұмытып, бір-біріне кешіріммен қарап, татуласатын күн. Көрісу күнінде жасы кіші үлкенге барып, сәлемдесіп, батасын алатын үлкен тәрбиелік мәні зор дәстүр бар. Бұл бұрынғы ата-бабаларымыздан келатқан осы Маңғыстаудың ең бірінші мерекесі еді ғой. Сол мерекеміз құтты болсын, елімізге тыныштық болсын, жан-жағымыз аман болсын, бала-шағамыз да әйтеуір. Халқымыз тыныш болса болды ғой, бәрінен бірінші байлық тек. Денсаулық болсын. 6 ай қыс бойы бұлай үйде қар жататын замандар болған. Енді қазір сосын қар еріп, міне көктем шығып, мына біріне-бірі қатынасатын болады. Міне қар еріп бір-біріне қатынасатын уақытта мінеки енді бірін-бірі сосын тойлайды. Енді қыстан аман шықтық. Мал жанымыз аман, еліміз аман, жұртымыз аман деп, осы Наурызды олар сөйтіп тойлаған. Наурыз содан қалған. 14-ші Наурыз біздің баяғы заманнан менің ата-бабам неше заманнан тойлап қатырған. 14 күні таңертең ерте тұрып, бір қазан күрішті пісіріп, бір-бірімізге бала шағаға шейін көрсетінеді ол замандарда. Осындай бір ұмытып бара жатқан қазақтың бір керемет бұл ұлттық ұлыс оң болсын деп неге айтады? Ұлыс демек ұлыс түгін. Бұның ерекшелігі осы елде соның сақталғаны. Енді мысалы бүгін мен өте бақыттымын, қуаныштымын. Осы мен бірнеше рет келдім. Мен осы Маңғыстау ел арқылы, әсіресе еліміздің әр қазақ менің жалғызым деп афоризмге айналған Сабырадай арқылы мен осы Маңғыстау елімен, сол мына біздің ұмытып бара жатқан мынау тарихымен, Наурыздың амалымен, көрісімен таныстым. Адай ата, Отпантау мәдени тарихи кешенді. Сол салынғаннан бастап сонымен біргемін десем болады, себебі жүрегім бірге. Біз бір қазақтың баласымыз ғой, бөлінетін іштеме жоқ. Бұл мерекелердің ұлысы. Отпанға аттанған керуенді шығарып салу рәсімі концерттік бағдарлама ұласты. Елімізге белгілі дәстүрлі әншілер Айгүл Қосанова, Ғалымжан Жолдасбай, Оспан Құлсымақ сынды өнерпаздар сахна төрінде өздерінің өнерлерін көрсетті. 14 Наурыз менің ұғымымда көрісумен бірге жаңалықтың келуі. Сондықтан жақсылықтан үміт күтетін елміз. Жаңалықтан үміт күтетін елміз. Осы 14 Наурызда адамдар үлкен бір-біріне деген ренішін ұмытып, бір-бірімен достасып, туысқандар бір-бірімен кездесіп, қауышып, қыстан аман шықтық деп үлкен бір ұлан асыр той жасайды. Сондықтан да осы Наурыз мерекесі мен үшін үлкен мерекелердің бірі. Айта кетейік, бүгін Отпантаудың етегінде киіз үйлер тігіліп, қазан көтеріледі. Бірлігі отын жағу рәсімі өтіп, қонақасы беріледі. Ал 14 Наурыз күні әртүрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылып, тазы жүгірту, бүркіт салу, тай жарыс, құнан және аламан бәйге өтеді. Сондай-ақ қазақ күресі де ұйымдастырылады. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.